Баршаңызға сәлем, сізбен бірге Айнұр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез дайындалатын радуга салатының рецептімен бөлісемін. Егер де қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Ал енді бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер: 100 грамм консервіленген жүгері, 1 қияр мен 1 помидор жаңадан піскен, 100 грамм колбаса, суда піскен 2 жұмыртқа, 100 грамм ірімшік, 100 грамм қытырлақ нан және де майонез қалауынша. Барлық ингредиенттерді ұсақтап төртбұрыштап тураймыз, біркелкі етіп, әдемі болу үшін. Әрбір көкөністі жеке-жеке сегментімен өстіп саламыз. Қызанақты тазалап алғаннан кейін дәл солай тураймыз. Қызанақты қытырлақ нанмен қатар салуға болмайды, өйткені оны тураған кезде соғы шығады, қытырлақ нанымыз суланып кетуі мүмкін. Бұл салат маған өте қатты ұнайды. Туған күндерде, мерекелерде өте жиі жасаймыз. Өйткені өте жылдам және дәмді дайындалынады. Өстіп сегменттерге бөліп салдық. Әдемі көрінеді. Соғы шығады. Қытырлақ нанды қатар салмаймыз. Енді колбасаны аламыз. Дәл солай төртбұрыштап, ұсақтап тураймыз. Радуга салатының түрлері өте көп. Бастысы 7 ингредиенттен аспау керек. Мысалға, краб таяқшасында қоссаңыз болады. Жалпы саны 7 ингредиент болу керек. Және де қытырлақ нанның орнына чипсилар салсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астына қалдырамын. Егер де менің жаңа видеоларымды көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңырау все батырмасын басыңыз. Ірімшікті де дәл солай тураймыз. Мен қатты ірімшіктің түрін қолдандым. Мінекей кемпір қосақтың түсі секілді рет-ретімен салып отырамыз. Бұл салат өте тез және оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салаттың оңай болған себебі тек қана жұмыртқаны ғана пісіріп алсақ болды. Қалған ингредиенттерді пісірмейміз. Жұмыртқаны да дәл солай әдемілеп салып аламыз. Одан кейін қытырлақ нанымызды саламыз. 100 граммдай. Уақытыңыз болса, қытырлақ нанды үй жағдайында жасаса болады, немесе дүкеннен аласыз да болады. Келесі видеомда қытырлақ нанның рецептімен бөлісемін. Ал енді ортасына осылай майонезді әдемілеп түріп саламыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Салатты тек қонақтар дастархан басына отырған кезде ғана араластыруға болады. Қалауыңыз бойынша тұз да қоссаңыз болады. Араластырған кезде осындай салатымыз дайын болады. Айнұрмен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.